Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Күз, күн шайдай ашық. Алматының Оқтай түзу көшелерінің бірінде орта бойлы қыпша бел қарақат көз, қыр мұрынды ашаң жүзді қыз қолындағы үлкен қара чемоданын терлеп-тепшіп әрең көтеріп келеді. Жол бойы жағалай өскен қайың емен тал теректерді сарғыш тартқан жапырақтары ұшып жүрген көбелекке ұқсап қалқып барып жерге қонады. Бір кезде алдыңғы жағынан қарсы ұшыраса кеткен сұңғақ бойлы әдемі жігіт, қарындас, көмектесіп жіберейін бе деп келіп қыз қолындағы чемоданға жармаса берді. Қолы талып келе жатқан қыз қарсылық көрсете қоймады. Жігіт жөткірініп алды да жуан даусымен сөз бастады. Атым Мұрат, Қазақ мемлекеттік университетінің тіл әдебиет факультетінде оқимын. Өлеңдерім республикалық газеттерге жиі жарияланып тұрады. Мүмкін оқыған да шығарсыз деп желде есіп келеді. Ал қыз болса, ақын шығар, олардың осындай сөзуар болып келетін әдеті емес пе деген оймен оның сөзіне онша мән бере қоймады. Өзінің жеті атасынан дейін таныстырған жігіт енді сіздің кезегіңіз дегендей бұған жымия қарады. Есімім Көгершін. Қыздар педагогикалық университетінің 3-ші курсында оқимын. Оқуыма асығып келе жатқан бетім ғой, деді сыпайы ғана тіл қатып. Жүзіңіздің ауырлығына қарағанда ауылдан келесіз-ау? Иә, жаңа ғана пойыздан түстім. Таныстық қызуымен олар үлкен қақпалы 2 қабат еңселі ақ үйдің алдына келгенде бірақ іркіді. Ағатай, рахмет сізге. Мен осы үйде пәтерде тұрамын. Кіріп ауылдың дәмін ауыз тиіңіз десе де, қыз ішінен кірмей-ақ қойса екен деген, өзі желсоқты боп шаршап келгенде дем алудың орнына тағы да мылжыңдап мазамды алатын болды-ау деген ойда тұрған еді. Соны сезгендей жігіт еппен жымиып, рахмет, асығыспын, деді алақанын кеудесіне басып. Ертең театрға баруға қалай қарайсыз? Мұқағали Мақатаевтың Дариға жүрек поэмасы бойынша спектакль өтіп жатқан көрінеді. Ақ көңіл ақтарлы аңқылдаған бейтаныс жігіттің көңілін қимаған Көгершін, қалауыңыз болсын деген сөзді аузынан қалай шығып кеткенін өзі де байқамай қалды. Театрдан шыққан қыз бен жігіт қою қара түннің құшағында үн-түнсіз жүріп келеді. Күзгі салқын самал баяу есіп тұр. Әр жерде көше шамдары жарқырайды. Айнала жым-жырт. Бір кезде осынау мүлтіген тыныштықты бұза жігіт ақырын ғана, спектакль ұнады ма, деді қызға жақындай түсіп. Әрине, поэмадағы мына жарық дүниеге ғашық жанның тебіренісі кімді де болса бей-жай қалдырмасы анық. Иә, Мұқағали сыршыл да сезімтал ақын ғой. Сондықтан ба, әлде өзімнің ақын жанды болғандығым ба, оның өлеңдеріндегі шымырлаған сезім, тепсінген ой бір уақ мұңға батырып, қайтадан көңіл сарайын ашып, серпіп тастайды. Мақамды лирикасы ылғи да жүрегімде жатталып қалады. Бір ғана махаббат диалогын алайықшы. Бұлдырласам сағымдай нетер едің, жел боп қуып, ақыры жетер едім, қайға келсем басыңа нетер едің, қойшы сәулем бәрінде көтеремін. Айтшы, өзің ғажап емес пе? Лирикадағы сезімталдық пен қалтықсыз көңіл әуеннің айтсаңшы, деді Мұрат шабыттана сөйлеп. Сықылықтай күлген Көгершін сүрініп кетіп құлап кете жаздады. Жігіттің де күткені осындай сәт еді. Сүйемелдеген болып құшағына тарта берді. Түн жұлдызы, самсаған аспан астында қолтықтасқан 2 ғашық жаңа жауған ұлпа қарды нығыздай басып келеді. Бір-біріне көз қиықтарымен еркелесей қарап, естілер-естілмес дауыспен күбірлеп те қояды. Жалғыз өскен алып еменнің түбіне келіп тоқтаған олар бір-бірімен жабыса түсіп, біраз уақыт үнсіз сүйісіп тұрды. Кенет Көгершін еппен басын шалқайтты да жігіттің көзіне тура қарап, Мұратик,
Сен мені шын сүйесің бе, деді наздана. Айым-ау, о не дегенің? Мына жалғанда сенсіз маған дүние тұл. Тіпті саған арнап жүрегімнен жырды да тудырғам. Тыңдашы. Теңіз болып арнасынан тасыптым. Қайда жүрсем бір өзіңе асықтым. Біле білсең арманымның ақ құсы. Мен өзіңе ғашықпын. Көздері күлім қаққан көгершін, қолдарын жігіт мойнына артқан бойы елжіреп келіп, қомағайлана сүйе берді. Көрік қандай, ой қандай, ақыл қандай, нағыз сегіз қырлы бір сырлының өзі. Бұрыннан арман еткенім, шырақ алып іздегенім осындай пысық жігіт емес пе еді, деді қыз ішінен өзіне өзі разы болып. Сол бетімен Мұраттың қолынан жетелей отырып, өзі тұратын бөлмеге алып келді. Мұнда да бір төсекте жатқан екі ғашық таңды көзбен атырды. Таң қылаң бере орындарынан тұрған олар үйленбекші болып сөз байласты. Мұрат ауылына той қамымен жүрмекші болып көп ұзамай келетінін айтып кетіп қалды. Арада сағынышты күндер мен айлар жылжып өтіп жатты. Қаһарлы қыс өтті, жылауық көктем де шықты. Жер жүзі көгере бастады. Жаздың жаймашуақ күндерінің бірінде толғағы ұстаған жас ауруханаға түсіп нәрестелі болды. Ақынның келмейтінін сезген ол сәбиін арқалап іздеу сала бастады. Жігіт оқимын деген орнына келіп шағым жасады. Ондағылар ондай адамның оқымайтынын, тіпті оқыған да еместігін айтты. Алданғанына енді ғана көзі анық жеткен көгершін, бәрінен де өзім кінәлі, ақынмын дегеніне сеніп жүре беріппін ғой. Мен пақыр, алды-артымды ойлауға мұрша бермейтін албырт көңіл қайран жастық-ай, деп өкінді өзегі өрт болып.